Саламатсыздар ма? Таныстырсам өзімді, Жолжігіттер отбасынанбыз. Атым Құрбангүл. Қасында отырған келінім, немерем Әмина. Бүгінгі біздің жасайтын тағамыз қазақтың ұмыт болған тағамы қарын бүрме. Қарын бүрмеге салатын заттар. Алдымен қарын керек, бауыр, ет, жүрек. Соны майдалап турап, жүректі турап, майдалап, қарынға саламыз. Күнде, үйде, балдарыммен бірге отырып, осы тағамдарды айтып отырамын. Ертең күтті сатып алдың ғой? Иә, балам. Ертең сен де үйреніп, өскесін істейсің. Маман көрсетеді, әжең айтып тұрады. Сөйтіп, менің балам қазақтың ұлттық тағамдарын істейді. Не бұл тағамды қандай қонақтарға күтуге, асуға болады? Жалпы бұл тағам жей береді. Нан салып та жейді, өзін тікелей жеуге де болады. Сыйлы қонағың келсе, сыйлы қонаққа да беруге болады. Бұл тағам үйде күнде балдарға дайындап берсең, керемет дәмі. Бұл тағамға тұздап, тұз салынып, бұрышын, дәм келтіру үшін бұрышын саламыз. Сөйтіп араластырып, қарынға саламыз сосын. Қуышын бәрін жіберіп, толтырып, нығыздап салып, еттің бәрін. Қарынға салып, аузын сосын тігеміз оны. Тігіп, тігіп болғасын мұздай суға салып, қазанға салып мұздай су құйып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін жаңағы шөппенен тесіп, сөйтіп көбігін алып, сөйтіп қайната береді. О, бауырды, жүректі қазіргі уақытта жемейді балдар. Сол осындай қарынға салып, қарын бүрме қылып салып берсе, балдар жеп қояды, қалмайды. Керемет дәмі тағам болады. Үйде күнде балдарыма осындай айтып, көрсетіп, істеп отырамыз. Келінім, айналайын, мұнан апарып қазанға салып, қайнатып пісіре бер. Мен немереммен кішкене бір сөйлесейін. Балам, айналайын, немерем, жаңа істеген тағамдарды мамаң алып қазанға салуға пісіруге кетті. Соны қалай істегенін есте сақтап жүр. Алдағы уақытта да әлі талай тағамдарды екеуміз жасайтын боламыз. Соның бәрін үйреніп, ертең өскесін сен де жасайтын боласың. Бірге екеуміз жасаймыз. Жарай ма? Иә.